Қайырлы кеш. Аңқа елге арамызда молда болған заман болды ғой. Құрсын кеше бір шындықты шырылдатып Бағдагүл тәтем айта қойып еді. Қолдаған да, қолпаштаған да адамның қарасы көрінбеді. Ырыс баланы деген кәдімгідей сүттен ақ судан таза винодан да әппақ қып көрсетіп жатыр былайынша келген кезде. Негізі Бағдагүл тәтеме қосыламын менше. Шырылдап шындықты айтып жатыр. Айналайын, ұрығың кімге керек дейді. Натуре ғой, Қазақстанда айтатын проблема жоқ па? Оны вау деп кәдімгідей көтер. Одан анау өзің дивана кімге пір боласың, баяғыда байғұс жаңағы не істеп біз жаңағыда кедей кепшіктен шыққанмын деп алады да какой-то мерзімде байып кетеді. Бірақ оны тексеретін адам жоқ. Біз бейшара 100 адамнан 10 теңге 5 теңгеден перевод жасалса, бізді қарапайым қарлық сорлы бізді тексере қояды. Бірақ ондайларды тексермейді кәдімгідей. Байдың асын байғұс қызғаныпты деп әңгіме қылып отқан жоқпыз, просто реті келген соң какана есі айтып жатырық та. Ырысбала Икрамбайды тексеріп жатыр дейді. Кеше тиктоктың барлығы шулап, рас өтірігін білмеймін, рас болса өте дұрыс жасаған. Тек қана Ырысбала Икрамбай емес, бүкіл коуч мотиватор қайырымды жандардың барлығын тексеру керек. Енді логиканы қоспай тұрып, мен сіздерге бір логичный нәрсе айтамын. Оны қоспай тұрып бір жаңалық айта кетейін. Алдыңғы айлар ма білмеймін, мен Руслан Өтепбайдың каналын көремін және де парақшасын қараймын. Сол жерге мынандай шықты. Бір кісінің жүк көлігі жанып кетіпті. Сонымен елден ақша сұрайды, ол тиктокқа салып 3 күнде 20 миллион жинап береді біздің қайырымды қазақ халқы. Енді оның алдыңғы апталарда барлығымыз шулап жатқан жұбайлар, аттары есімде жоқ. Солар баламның ауруына деп қанша миллион жинады деп ойлайсыздар? Миллион емес, 1 миллиардтан астам ақша. Сіздер көздеріңізге елестете аласыздар ма? 1 миллиард ақшаны, 1 миллиард теңгені. Мен елестетем айтқым, шынымды айтайын, ондай ақша көрген емес. Енді бағанағы мен айтқан логиканы қосыңыздар. Ешкім танымайтын жүргізуші, ешкім танымайды ол жүргізушіні. Тиктокқа шығады да әшейін. Халқы маған көмектесіңіздер, осындай жүк тасымалдайтын машинам жанып кетті дейді. 3 күнде 20 миллион жинап береді. Мен танымаймын. Көп адам танымайды ол кісіні. Енді ешкім танымайтын, ешкім білмейтін жаңағы жұбайлар 1 миллиард теңге жинайды. Ол жұбайларды осы дау шыққаннан кейін ғана біз таныдық. Әйтпесе оны ешкім танымайды оларды. Енді жаңағы мен айтқан логиканы қосамыз. Ешқандай математиканың ештеңенің керегі жоқ. Бүкіл Қазақстан демесем де, Қазақстанның тең жартысы оңтүстік өңірдің көбі қолдайтын Ырысбала 3 күнде 20 миллион жинайды деп ойлайсыздар ма? 20 миллион жинайды деп ойлайсыздар ма сіздер? Мен де салғам соларға ақшаны. Ол жерде ешқандай қайырымдылық қордың шоты болған жоқ. Кәдімгі Каспий голдпен, переводпен жібере салдық барлығымыз. Енді кезінде халқым қолдаңдар мені, ырысты армиям, менің халқым қайырымды жандар деп жылы сөйлеп, өткір сөйлеп барлығымыздан ақшаны жинады. Енді халық болып, отчетін берсеш, көрейік та не болып жатыр? Мынау қай жақтан келіп жатқан саған байлық басыңнан топ ете қалды? Не болып кетті? Екінші перизат болып кеттің ба? Деген кезде халыққа не деп жатыр? Иттер үре береді, керуен көшеді дейді. Халық ит болып қалыпты. Ит болып қалыпты, өсек іздейтін, көшеде жүрген біреулер болып қалыпты. Ол кісі бизнес леди екен, сендер не білесіңдер? Сондай болыпты. Енді мен былай ойлаймын, халық ақшаны жинап берді ма, халық сені көтерді ма, сұрауын да, басқасын да, отчетін да сұраса, халыққа жауап беру керек деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Көрдіңіздер ма? Ырысты армия қалай былай басшыларыңыз өз сөзіне өзі қарсы келіп жатыр ма? Болмаса қорды бастамас бұрын конкуренттерін құртайын деді ма? Не себеппен айтты екен ол сөзді? Бізде негізі депутаттар да сондай ғой, депутат болмай тұрып халыққа өлердегі сөзін айтып, ананы өзгертем, мынаны өзгертем деп. Енді сол айтқан әр депутаттың сөзін негізі тексеру керек, бізге берген жаңағы уәделерін, хотя бы сол бір 4-5 уәденің біреуін орындап екен осы депутаттар. Неге біздің қазақтар осындай? Қалталарына ақша түспей тұрып, билік болмай тұрып, көп нәрсе айтады да. Билік болғаны, қалталарына ақша түсіп, қолдарына билік келгеннен кейін басқаша сайрап халыққа сен кімсің деп. Неге